Достар, небәрі 15 минутында кетіріп, 156.613 теңге алу мүмкіндігім бар. Airdropқа қатысып 40 мави алатын боламыз. Бұған уақытымыз құртуымыз жалпы тұрарлықты ма деген сұраққа келсек, әрине иә, өйткені бұны алдында болған airdropта ең бірінші адамдары $48 алған болатын әшейін сол жақта приложение жүктеген үшін. Одан кейін 320 USDT-дан таратып, бірақ өзінің алуға кейбір қадамдары болған. Бірден айта кетейін достар, сіздер бұл іс-қимылды телефон арқылы істесеңіз болады. Мен қазір компьютер арқылы көрсетем, бірақ телефон арқылы тоже істеуге болады. Осы airdrop жайлы өзім Telegram группама салдым. О жақта сіздер қадам бойынша іс-қимылды істейтін боласыз. Мен Telegram группама өтесіздер, одан кейін мына жақта мән беріңіздер. Бұл жақта алу мүмкіндігі деп айтқаным себебі 30 мың қатысушы кездейсоқ 40 мави аламыз, ал қазір сәтте 40 мави аламыз, ол 156 мың теңге. Бірінші қадамда егер де сізде Bybit биржасының аккаунт болмаса, онда регистрация жасап, міндетті түрде біз верификация өтетін боламыз. Верификация өтілді ма, өтілмеді ма, оны білу үшін өзіміздің аккаунтымызға басамыз. И менде статус верификация пройдено деп тұр. Яғни сізде осындай жасыл статус тұру керек. Бұл жаққа старый аккаунтта жарай береді. Егер бұрыннан қолданып жүрген өзіңіз аккаунтыңыз болса, онда сол арқылы сіз осы airdropқа қатысатын боласыз. Келесі қадам бірден 5-ші қадамға көшіп кетейік, өйткені бұл жақта бізге ойынды жүктеп алу керек. Біз қазір телефонға көшеміз. Телефоннан App Store немесе Play Market кіресте Mavi деп жазасыз. Жазғаннан кейін бірінші тұрған ойынға кіресіз, және де өзіңіздің телефонға жүктеп аласыз. Жүктеп алған играть деген басасыз, және де сізде загрузка жүретін болады. Кіргеннен кейін достар, сіздерде обучение болады. Ең бірінші кірген кезде, яғни ананы бас, тік етіп отырасыз, каждый раз соны айтқан нәрсесін істеп отырасыз. И істеп болғанда ең соңғы шағында сізге өзіңіздің атыңызды ойлап табыңыз дейді. Яғни player name жазыңыз дейді. Сол кезде сіз өзіңіздің индивидуальный атыңызды жазасыз. Жазғаннан кейін жоғары жақта мысалы менде қазір Апок 28 деп тұр. Осы арқылы сіздер скрин жасап алу керексіздер. Потому что бұл задание орындан кезде бізге скрин жасау керек дейді. Сондықтан бұл жақта міндетті түрде осы ойналып тұрған жерді скрин жасап аламыз. Бұл жақта прокачать ету керек па, нету керек па деген нақты информация жоқ. Яғни обучение бітіресіздер, өзіңіздің атыңызды жазасыз, и болды, скрин жасап алдыңыз. Мен скрин жасап алдым. Бұл қадамымыз сәтті орындалды. Ойынды жүктеп алдық, және скриншот жасап алдық. Скриншот ол маңызды түрде бізге керек. Енді екінші социальный заданияларды орындаймыз. Міне осы жерден деп тұр, осы ссылканы басамыз, кіреміз. Мына жақта бүкіл инструкциясы көрсетілген. Орыс тіліне ауыстырылайық. Бірінші бізде подпишитесь на аккаунт Bybit и Mavi істеп тастайық. Bybitқа керек, Maviға керек, яғни біз нақта Twitter арқылы тіркелеміз. Екіншісінде публикацияны басамыз, лайк басамыз, және де нақта избраны қойсаңыздар, басамыз, и нақта цитата деген басамыз, яғни quote. И мына жерге жазып кетеміз. Мысалы, менде name Apok 28. И астына комментарий жазып кетем, good game деп. Сосын астына картинканы басамды, және бағана жасап алған скриншотты прикреплять ететін боламын. И пост деген басамын. Үшінші қадам, яғни бұл жақта кейс, яғни верификация сізде өтілген болу керек. Төртіншісінде бізге $100 құю керек дейді. Бірақ та достар айта кетейін, сіз бұл жақта $100 құясыздар, и потом обратно сразу шешіп аласыздар. Ол $100 мың қанша десеңіздер, мұны қазір сіздердің көздерінше жасағым, примерно 48 мың теңгедей кетті. Мен 48 мың теңге құйдым. Қазір қайтадан обратно мен осы дейсілер жасап болғаны, обратно қайтадан өзім Каспий Голдмен шешіп алатын болам 48 мың теңгені. Поэтому бұл жақта сіздің ешқандай ақшаңыз кетпейді, просто счетыңызда 48 мың теңге болу керек. P2P торговля арқылы сіздер покупка деген таңдайсыздар, и нақты мысалы оплата способ. Көбінесе Каспий банк таңдайсыз, подтвердить деген басасыз, и мына жақта лимитеді қарайсыз, мысалы 48 мың төмен болу керек. Мысалы мынау болады. Купить USDT дейсіз, и мысалы сіз примерно $102 құйсаңыз да жеткілікті. Даже 46.695 теңге сіз Каспийін жересіз, и потом сіздің счетыңызға түсіретін болады. Криптаны алғаннан кейін, мен уже құйдым, қазір құйдым, $105 счетымда бар. Ендігі сәтте біз торговать деген кіреміз, спотовая торговля, и осыған басамыз. Поискқа біз Mavi деп жазамыз. Сосын айта кетейін, бұл жақта сіз пополнение жасаған кезде сіздің финансированный счетыңызға түседі, спотовая түспейді. Сіз финансированный спотовый ауыстырасыз, оны көрсетіп кетейін, перевести деген басасыз. Финансированный вкладқа кіріп, и мына жақта финансированный сіз спотовый лақтырасыз, все деген басамын, подтвердить. Мен енді доступный баланс менде көрсетіліп тұр, 105 USDT, пауза до конца етерем, и купить Mavi деген басамын. Купить Mavi. Астында ордерға қарамыз, ордер сразу сатылып кетті, и
мен продать деген басамда қайтадан мавияны долларға ауыстырып аламын. Продать мавия. Так, бізде ордер созын деп тұр. Счет страница обновить етейік. Енді бұл USDT ауысқаншын күте тұрамыз. Так, бізде копейк стады, яғни 22 цент стады. 22 центіміз, яғни 99 теңге. Яғни бір оборот жасағанымыз біз 99 теңге. $100 USDT ауыстырып алғаннан кейін уже потом дальше P2P торговля арқылы өзіңіз Каспий Голдыңызға шығарып алсаңыз болады. Ол жақта уже покупать емес, уже продать деген басасыз. Дальше өз қадам бойынша сіз іс-қимылды істейтін боласыз. Төртінші қадамды орындадық, бесінші қадамды орындадық. Енді соңғы қадам airdrop'тың спискіне кіру үшін осы форманы толтырыңыз деп тұр. Яғни ол форма осының жалғасы негізі. Міне укажите URL адрес ретвита вашей цитаты дейді. Мына өзіміздің профилімізге кіреміз. И мына ретвит жасағанды біз осыны скопировать етіп алатын боламыз. Бұны отдельно ашып скопировать етіп алайын. Енді бірінші жолға қоямыз. И укажите имя пользователя вашей игры. Учетные записи дейді. Мына апок 28. Сіз қайыққа жүктеңіз, мен Androidқа жүктедім. Сіздер iOS болса iOS таңдайсыздар и представлять на рассмотрение. И мынандай тағы бір плюсы бар екен. Егер де сіз жаңа пользовательдер шақыратын болсаңыздар, и олар потом верификация өтетін болса, сіздерге каждый адамға 5 мавиядан берілетін болады. Болды достар, осымен біздің іс-қимылымыз бітті. Енді бұл сейл бітуіне 26-сы, яғни соңғы дата 26-сы бітеді. И 26-сы бізге нақты болады. Бізге 40 мавия жіберді ма, жібермеді ма деген. Оны енді Telegram группада салатын боламын. Сол жақтан сіз списокті көретін боласыз. Сондықтан міндетті түрде Telegram группаға тіркеліп қойыңыз, және де YouTube арнасына тіркеліп қойыңыз. Әлде қызықты ақпараттар, ақша табу жолдарын көрсететін боламын. Сұрақтарыңыз болса комментария қалдырып кетіңіздер. Сіздермен мен болған Апок. Келесі көріскенше.